Birnеше салдарын бізге үйретті. Соның бірі намаздың қасиеттері дейді. Намаздың қасиеттері. Соның ең біріншісі ол Аллаға намаз, ол Аллаға ұнамды болған іс. Яғни бұл намаз мұсылмандарды Алламен байланысын нығайтатын ең ұлы ғибадат. Алламен байланысыңды күшейтетін, нығайтатын, толықтыратын үлкен маңызды ғибадат. Жалпы бұл араб тілінде ас-салату дейді. Оның түпкі мағынасы дұға. Алладан тілеу, дұға дегенді білдіреді. Бұл намаз арқылы адам өзінің ішкі жан дүниесі, рухани әлемін адам тазартып отырады. Намаз оқығаннан кейін адам жеңілдеп қалады ғой. Намазға жығылған адамдардан, жаңа жығылған адамдардан әлі күнге сол нәрсені сезеді. Ең бірінші, көп оқып кеткеннен кейін адам білмейді мүмкін. Бірақ ең бірінші жығылып жатқан адамдардан сосын намазға жығылып, намаз оқығаннан кейін адамда бөлекше сезім болады. Өйткені оның ішкі жан әлемі, ішкі жан дүниесі Алла Тағала тазарып жатыр. Тіпті намаз моминнің миғражы деп айтады ғой. Миғраж деген көкке сапап кеткен кәдімгі намаздың үстінде тұрады. Сондықтан бұл Аллаға ең жақындататын ұлы. Әртүрлі рукукта, сәждеде, неше түрлі дұғалар Алла Тағалаға айтады. Алладан жәрдем тілеп, көптеп бізге дұға жасайды, білсек. Сондықтан бұл намаз деген ғибадат жалпы адамға сабырлықты, тыныштық сыйлау арқылы адамға тыныштықты, адамның өміріне, өзіне, жан дүниесіне бір береке әкелетін құлшылықтың түрі. Әйтпесе адам деген тіршілігінде неше түрлі күйбелең тіршілікке жүріп, неше түрлі нәрселерге ұрынып, басқа қылады. Намазға келу арқылы оның барлығын тазартып,